Ассалаумағалейкум қазақ елі. Жексенбі күні ертең, яғни 5 наурыз күні Шавқат Рахмоновтың жекпе-жегі болады. Шавқат таң сағат 8:30-9-дарда төбелеседі. Қазспорт Қазспорт Шавқаттың бойын көрсетпейді екен. Сол үшін енді бұны қайдан көрем деп жатсаңыздар, мен осы видеоның астына Telegram канал қалдырып кеттім. Сол жаққа өтіп Шавқаттың жекпе-жегін көре аласыздар. Салмақ өлшеу кезінде Шавқаттың қарсыласының салмағы Шавқаттан ауыр болып шықты. Яғни жаңа қарсыласы салмағын түсіре алмаған, қуа алмаған. Енді осы үшін ол жекпе-жектен алатын ақшасының бір бөлігін Шавқатқа беретін болды. UFC-дің заңы осылай екен. Жаңағы Шавқаттың қарсыласы бойда ұтылса да, ұтса да, Шавқатты жеңсе де жеңілсе де Шавқаттан бәрібір ақшасының бір бөлігін Шавқатқа төлейтін болды, беретін болды. Осылай екен UFC-дің заңы. Байқұс ертең Шавқаттан таяқ жейді, еще тапқан ақшасын Шавқатқа беретін болды. Тағы да айтамын жігіттер, қайталап айтамын. Жаңа Қазспортқа сеніп қалмаңдар. Қазспорт көрсетпейтін болды бойды. Сол үшін осы видеоның астына Telegram канал тастап кеттім. Сол жаққа өтіп подписаться етіп қоясыңдар ма, короче, сөйтіп бірден істей қойыңдар. Ертең бой болып жатқанда бойдың трансляциясын, ссылкаларын жіберетін боламын. Сол жаққа өтіп, көріп, отандасымызға, бауырымызға, өзімізді Шавқатқа жан күйер болайық ағайын. Осы видеоны таратыңдар анда-мында достарыңа. Ертең бойды көре алмай қалып жүрмеңдер, айтпады деп жүрмеңдер. Короче, осы жігіттер. Тоқтаңдар. Егер бой тағы да көргілерің келсе, жаңа Олимптен ставка тегіп жүрген жігіттер болса, жаңа сол жақтан да көруге болады негізі. Бірақ оны қайтесіңдер. Харам ғой жаңа ставка деген. Реклама істеп жатыр деп ойлап қалмаңдар. Короче, жігіттер, сөйтіңдер. Осы видеоның астына тастап кеттім жаңа ссылканы Telegram. Сол жаққа өтіп подписаться етіп қойыңдар. Ертең бой болып жатқанда сіздерге жіберетін боламын сол Telegram каналға. Бойдың трансляцияның жаңағы ссылкаларын. Сол жаққа өтіп, бірге өтіп, бауырымызға жанкүйер болайық. Жақсы.